Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма ауылы Әйтеке би атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Икежанова Балжан Өкебаевна. Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отырар кітапханасы. Бүгінгі тақырыпқа байланысты жүзеге асатын оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальды ақпаратты анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу. Құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Осыған орай бүгінгі сабағымызда сіздерге бірнеше тапсырмаларды ұсынып отырмын. Қазір сіздер экраннан отырар кітапханасы туралы бейнеролик көресіздер. Бұл бейнероликті көріп отырып, сіздер көрсетілген ақпараттың мазмұнын түсініп, детальды ақпаратты анықтайсыздар. Және де көрсетілген ақпараттан негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп жазасыздар. Бүгін мен сендерге отырар кітапханасы туралы айтайын деп едім ғой. Бүгінгі әңгімеміз қызық болады. Ал тыңдаңдар қарақтарым. Мысалға, оңтүстік Қазақстан жері дамыған қала мәдениетімен ерекше көзге түскен. Ондағы білімділік деңгейі өте жоғары болған. Көптеген атақты ғалымдар буыны Тараз, Еспиджаб, Отырар, Түркістан, Джент сияқты қалалардан шыққан екен. Келесі тапсырма отырар кітапханасының күйреуі туралы мәлімет жазып, күйреуінің себебі мен салдарын анықтаңыз. Өз ойыңызды жүйелі түрде қорытындылап, жинақы мәтін жазыңыз. Осыған орай сіздерге мен мынандай мәтін беріп отырмын. Мәтінді мұқият оқып аласыздар, мазмұнын жақсылап түсінесіздер. Және осыған орай келесі тапсырмаларды орындайсыздар. Бұл жерде отырар кітапханасының күйреуі туралы мәлімет жазады, күйреудің себебі мен салдарын анықтай алады және өз ойын жүйелі түрде қорытындылап, жинақы мәтін жаза алады. Келесі тапсырма бүгінгі сабағымызда алған мәліметтердің бәрін қорытындылай келе, сіздер кітап басты байлық аса маңызды сыйлыққа жата ма тақырыбында ПОВС формуласы арқылы өз көзқарастарыңызды білдіре отырып, жинақы мәтін жазасыздар. Бүгінгі сабағымызға ББ кестесі арқылы кері байланыс беріңіздер. Үй тапсырмасына өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңіздегі ауылдағы кітапхана туралы шағын мәтін жазып келуге беремін. Сау болыңыздар.